Кейде айел кісілер жаңада бір сәл айтқан болмаған кезде бүткіл істеген сауабын бәрін нөл қылып қойып жатыр. Мен саған сөйтіп жатырмын, кірің жуып беріп жатырмын, тамағың істеп беріп жатырмын, балаң туып беріп жатырмын. Ой, санап шығады. Нап санап жатсың мынаның бәрін. Олай санамаңыздар. Ғалымдар айтады, сауапты ұмытыңдар дейді. Оны бүйтіп тізіп жүрмеңіздер. Мен анаға сөйткем, анаға былай көмектескем, анаға сөйткем. Ол жапқан қазаның қақпағын ашпаңыздар. Бұл ертең Алланың алдында ашылу керек бізге. Бірақ істеген қателігіңді ұмытпаңдар дейді. Адам істеген күнәсін, қатесін ұмытқан кезде, автоматты түрде, сіздің тілмен айтқан кезде, автоматты түрде екінші күнә істеуге жол ашылып тұрады сізде. Сіз кауыта өзіңізді күнәсіз есептейсіз өмірде, сіз үшін бәрі бола беретін сияқты. Бірақ адам өзінің қатесін ұмытпай ұстап жүрсе миында, екінші күнә істеуге сіздің көңіл күйіңізде болмайды, желанияңыз болмайды. Қоя тұршы дейсің, анау әлі біткен жоқ менде. Құдай кешірсін, анау баяғы істеп қойған сондай опасыздығым бар деп, сіз сонымен әлек болып жүріңіз керек та. Сол үшін ғалымдар айтады, күнәні ұмытпау керек, сауапты ұмыт кетіңдер, істеген жақсылықты ұмыт кетіңдер деген. Бірақ ең өкінішке орай кейде бізде наоборот болып кетті. Сауапты ұмытпайды, неше жыл істеген сауап ұмытпай жатқандар бар. Бірақ істеген күнәсін мойындамай баяғыда ұмытып кеткендер бар.